Барлығыңа сәлем достар. Бүгін сіз білмеген деректі білетін боласыз. Ол әрине мандарин жемісі туралы. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Сіздің болмашы әрекетіңіз бізге өте күшті мотивация береді. Мандарин сөзі Қытай тіліне тәржімалағанда бай адам деген мағынаны білдіреді. Португалдар Қытай шонжарларын мандариндер деп атаған екен. Бұл жеміс Жапония, Испания, Мексика жерінде өссе де, отаны аспан асты елі. Мәңгі жасыл болатын ағашы бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс берген мандарин ағаштары болған екен. Мандариннің емдік қасиеттері: жөтелге қарсы пайдалы. Қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандарин шырыны тек және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Мандариннің құрамында қайталанбас зат бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калорий болады. Асқазан ішек аурулары іш өтуімен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кебуіне, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы мандариндер көңіл күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуенің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандариннің құрамында әртүрлі қышқыл А, Д, К дәрумендері, калий, магний, темір, фосфор, натрий және кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин болады. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеушілігін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Қабығын суға қайнатып, тұнбасын ішсе, жөтел мен қақырықты жазуға болады. Мандариннің тағамдық құндылығы аз, жеңіл жеміс саналады, бірақ құрамында қант көп. Соған қарамастан, салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасымын жақсартуға қауқарлы. Мандариннің зиян жақтары да бар екен. Мандарин цитрус жемісі болғандықтан аллергия туғызады. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазан ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен холецистит және нефрит ауруына шалдыққандарға жеуге болмайды. Көп жеген мандариннің каротині мен адромендері бауыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Достар, бұл мандариннің пайдасы ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз бізге өте мықты құлшыныс береді.